Пернетақтаның үстімен жүгіріп, ең соңғы аймаққа жете аламын ба? Әлде жарты жолда тоқтап қаламын ба? Бүгін соны тексереміз. Сәлем достар. Бүгін Roblox-та өте қызықты челлендж жасаймын. Мақсатым пернетақтаның үстімен жүгіріп, мүмкіндігінше көп спид жинап, барлық аймақтарды ашу. Басында бәрі оңай сияқты көрінеді, бірақ соңына дейін жету оңай болмайтын сияқты. Алғашқы спидтерді жинай бастадым. Қазір кейіпкерім өте баяу жүгіріп жатыр, бірақ аздан кейін бәрі өзгереді. Міне жылдамдығым өсіп келеді. Енді бұрынғыдан әлдеқайда тез қозғалып жатырмын. Алдымда жаңа аймақ тұр. Оны ашу үшін тағы біраз спид жинауым керек. Тоқтамай жүгіре беремін. Неғұрлым көп жинасам, соғұрлым тезірек күшейемін. Вау! Жаңа аймақ ашылды.
Енді спид бұрынғыдан да жылдам жиналып жатыр. Бірақ бұл әлі соңы емес. Алда одан да қиын әрі қымбат аймақтар күтіп тұр. Енді ребрейд жасасам ба? Әлде тағы біраз жинап алайын ба? Тәуекел етіп ребрейд жасаймын. Қараңдаршы, енді бәрі әлдеқайда оңай болып кетті. Жылдамдығым бірнеше есе артты. Қазір ең соңғы аймаққа жақындап қалдым. Осы жолы жете аламын ба? Әлде тағы да спид жетпей қала ма? Соңына дейін көрейік. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер келесі бөлімде ең соңғы аймаққа жеткенімді көргің келсе, видеоны лайктап, арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.